Бәріңе сәлем достар, менің атым Даным, және де менің айналамның барлығы ұлдар. Мен қыздармен жақсы араласа алмаймын. Себебі мен баламын. Дана, ағаңның футболкасын шеш. Сен қызсың ғой. Қызым, бұл жер ұлдардың гардеробы, біздікі анау жерде. Қызым, туған күнінде қонақтардың алдында ханшайым болсаңшы. Қыздар бұлай жасамайды. Бұл сөздерді мен кішкентай кезімнен бастап естіп келе жатырмын. Шаршатты. Мен жеке өзім осындай неше түрлі қыздардың заттарын ұнатпайтын. Мысалы, моншақтар, көйлектер. Маған ұлдардікі ұнайды. Мысалы, олардың футболкасында өте әдемі суреттер белгіленген. Мәселе киімде емес әрине. Олар мысалы түймедей нәрсені түйедей қылмайды. Және сенің сыртыңнан өсектемейді. Сонымен олар өте керемет. Сондықтан кішкентай кезімнен бастап мені соларға тартады. Мен бұнымен қыздарды жаман деп айтқым келмейді әрине, бірақ мен қыздармен дұрыс араласа алмаймын. Мысалы, олар басқа полюсте, ал мен басқа полюсте тұрған сияқты боламын. Мен кішкентай кезімнен бастап ұлдармен ойнадым. Бұл менің ағам, және де біз кешке дейін ойнайтынбыз. Және де мен оның достарымен де ойнаймын. Ұлдармен уақыт өткізген өте керемет, және де қалай кештің батқанын да білмей қаламын. Ұлдар ағаштың басында немесе үйдің басында отыратын, және де олар өте қауіпті ойын ойнайтын. Ол ойын аты пышақ деп аталады. Мысалы, қолыңды кез келген жерге қоясың, және де саусағының арасынан пышақты өткізесің. Және де бұл өте қауіпті ойын болды. Және де әр жасаған сайын жылдамдықты да көбейте береді. Және де мен ұлдар сияқты жасай алмадым. Олар өте қатты жасайды, ал мен үнемі қолымды жарақаттап ала бердім. Солай отырып, мен саусағымды жарақаттап алдым. Ал ұлдар болса, оны өте күшті ойнайды. Бұл оқиғаны ата-анам естіп, маған ұрсысты. Менің досыма да ұрысты. Содан соң мені ұлдармен ойнауға мүлдем рұқсат бермеді. Енді ұлдармен ойнаушы болма деп ұрысты. Мені басқа мектепке ауыстырды, және де мен сол сыныптың қыздарымен араласа бастадым. Олар мені құшақ жая қарсы алды. Мен олармен өте жақсы 5 күндей араласып жүрдім, содан соң қызықсыз болып кетті. Және мен ата-анамнан жасырын ұлдардың қасында жүре бастадым. Және мен қыздардың қасында өзімді жақсы сезіне алмадым. Сосын бұны ата-анам білген кезде қайттан көңілдері түсті. Ал анам ханшайым қыз қалайтыны туралы айтты. Бірақ бала болдым. Ал менің әкем ештеңе деген жоқ, бірақ оның бетінен ақ барлығы көрініп тұрды. Бірақ әкемнің де ештеңе демегені жақсы болды. Және де балалармен ойнауға ешкім маған қарсы болған жоқ. Содан соң мен жыртылған кедеймен қанаған тіземмен жүре бердім. Яғни ойнап жүре бердім. Және менімен барлығы мақтанатын еді. Сосын мен ағам өзімен ойнайтын балалардың қатарына қоспады. Және өзімен бірге алып жүрмейтін болып кетті. Бұл кез біз скейтборд тебуге шыққанбыз. Және де біздің жасымызбен бірдей балалар біздің территориямызға неге келдіңдер деп ашулана бастады. Ең бірінші сөйлесе бастады, содан соң төбелес басталды. Барлық ұлдар менен кетуін сұрады, бірақ мен оған мән бермедім, және де төбелесе бердім. Содан соң осының кесірінен менің бетімнің барлығы көгерген және тісім түскен. Қасымда сынды. Бірақ мен оларды жеңгеніме өте қатты қуанып жүрдім. Біз оларды жеңдік, яғни біз мықтымыз. Менің ағам қуанған жоқ, себебі менің бұндай көгерген беттеріме қарай алмады. Және ата-анамның да реакциясы жаман болды. Және де бізді үйде өте қатты ұрыс күтіп тұрды, себебі менің анам қызының осындай түріне қарай алмады. Анам қатты ашуланды, және бұның енді артық деді. Әкеме бір жерге қоңырау шалуын сұрады. Содан соң ағам екеуміз мені қай жерге апаратыны туралы білмедік. Мен бір кезде мені түрмеге қамап тастайды ма деп те ойладым. Әлде кілең қартайған адамдардың қасына апарып тастайды ма деп те ойладым. Содан соң мені қыздардың шіркеуіне әкелді. Бұл өте жаман болды. Ата-анам маған өте қатты қатал болды. Мені сол жерге апарған кезде, мен 10 шақты ақ киіп алған қыздарды көрдім. Мен больницаның ішіндемін бе деп ойлап қалдым. Ал біздің тәрбиеші апайымыз осындай болды. Оның басында шаш жоқ болды.
Мен оны бірінші көргеннен бастап ұнатпадым. Және шіркеудің ішіне кірген кезде мен екі қызды көрдім. Олар менімен жақсы араласа бастады. Бұл қыздың аты Эллен, және оны бір ай бұрын ата-анасының ақшасын ұрлағаны үшін әкелген. Ал екінші қыздың аты Фиона болды. Ол үнемі ата-анасымен ұрыса беретін болған. Ал бұл қыз болса, айтқанды тыңдамайтын болған. Сондықтан оның әке-шешесі осында әкеп тастаған. Қыздарының дұрысталуы үшін қыздар шіркеуіне әкелген. Шынымды айтсам, мен шокта болдым. Себебі осындай сүйкімді әдемі қыздарды қалай осындай қыздар шіркеуіне әкелуі мүмкін? Содан соң қыздар шіркеуінде өте қатал тәртіп болды. Біз барлығымыз 5-те тұруымыз керек болды. Бірінші бізде медитация болады, содан кейін тамақ ішеміз, содан соң монахармен сөйлесеміз. Содан соң бізге тамақты өте аз береді. Бір күнде 2 рет қана. Және де тамақтары маған өте қатты ұнамайтын. Ешқандай ет те болмайтын, сүт те болмайтын. Және де тек қана күріш, өте көп күріш. Және де кішкене май, содан соң кішкене көкөністер. Бізде басқа амал болған жоқ, сондықтан тек қана осындай тамақтарды жедік. Бізді қамақта ұстап отырды және біздің қарнымыз өте қатты ашты. Бізге өмір салтын барлығын үйретті. Бізге бұл жерде жақсы тыныс алуды да үйретті. Бұның барлығы пайдалы шығар, бірақ бұл бізге пайдалы емес болды. Себебі біз ашуланған, қарны ашқан, мұңайған қыздар болдық. Біздің ата-анамыз бізді күшті өмір сүреді деп ойладым. Мысалы, курорттағыдай. Бірақ шынында бұл жерде телефонда сет те тартпайды. Сосын бұл жерде телефонда ұстауға да рұқсат бермейді. Мен дәл осы жерде дәл 10 күн болдым. Әдемі қыз болады деп едік, бірақ жоқ, мен әдемі қыз бола алмадым. Сондықтан да мен қыздарға қашып кету жоспарын айттым. Олар әрине де мені қолдады. Мен бұл қашып кету жоспарын 2 күн құрдым, және де дайын болды. Біз енді әрекетке кеттік. Бізде ең бірінші қиын кез болды. Ол бізде қыздар шіркеуінен шығу болды. Бізді күзетші көріп қойды. Содан соң бізді қайда кетіп бара жатқанымыз туралы сұрады. Біз бір шаруаларымыз шығып қалды деп айттық. Күзетші бірден тәрбиешіге хабарласа бастады. Осы кезде мен ұлдармен ойнағандағы күзетшіні ұру тәсілі есіме түсті. Яғни оны уақытша ұрып ұйықтата тұрасыңдар. Мен бұл әдісті ешқашан қолданып көрмедім. Енді қазір қолданатын сәт түсті. Мен бұл охранникті есінен таныстыра тұрдым 3 минутқа. Сондықтан мен оны арқанмен байламын деп шештім. Ол тәрбиешімен сөйлесе алмас үшін денесінің барлығын арқанмен байлаймын деп шештім. Айтпақшы, мен бұл әдісті интернеттен үйреніп алған едім. Шамамен 40 минуттан кейін біз полицияға бардық. Содан соң бізді сол жерде тамақ бере бастады. Біздің осындай тамақ жегенімізді көрген олар шок болды. Біз арықтаған, қарны ашқан қыздар болды. Әрине, сендерде бірнеше күн тек қана күрішпен тамақтансаңдар, осындай боласың. Бұл жерге біздің ата-анамызды да шақырды. Олар да әрине шок болды. Ата-анамыз бізді қарны ашқан, арық күйінде көрді. Ал полиция болса қыздар шіркеуіне барды. Ол жерде тексеріс болды. Және де барлығын қамауға алды. Ата-анам менен кешірім сұрады, және де неше түрлі нәрселерді әкелді. Менің күзетшіні байлап жатқаным ол интернетке түсті. Және де ол жерде қаншама лайк жиналды. Ол жерде барлығы мені мақтап жатты. Ата-анам өзіңе хобби тапқаныңа жарайсың деді. Және де қыздар әртүрлі болады деді. Біріншісі ханшайым, екіншісі бала. Балада ханшайымнан ешқай жері кем емес деді. Сосын сен кіммен араласасың, өзің білесің деді. Ал сіздер балалармен ойнайсыздар ма? Ол туралы комментарийге жазыңыздар. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, тіркел. Комментарийді де жазуды ұмытпа. Сау бол!